Сәлем құрметті досым. Әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Ескі программалардан шығу. Біз ескі программаларды мүлдем кетіріп тастай алмаймыз. Оларды өмірімізді басқаруға жол бермеуіне әрекет ете аламыз тек қана. Егер де түсініксіз болса қайталап көріңіздер, түсінік міндетті түрде келеді. Мен импульспен келеді ма ақпарат, соны айтам. Арасында мына тезисіме қарауы мүмкін. Және де менің отырысыма, сөйлеуіме қатты аса мән бермей қойыңыздар. Өйткені мен телевидениеға түсіп жатқан жоқпын. Барынша сізге өзіміз отырып шай ішіп отырған сияқты түсіндіруге тырысып жатырмын. Көбінесе жалпақ тілде, кітаптың тілімен емес, немесе журналистің тілімен емес, просто екі дос бір-бірімен қалай сөйлеседі, солай сөйлесіп, солай түсіндіргім келеді сізге. Барынша сізге жеткілікті болсын деймін да. Сондықтан мен арасында бүкірейіп отыру мүмкін, жантаю мүмкін, ондай нәрселерге мән бермей қойыңыз. Енді қараңыз, ескі программадан шығып жатырмыз. Ескі программа деген кезде біз міндетті түрде матрицаны айтамыз. Қазір матрицадан шық деген сөздерді әр жерден сіздің алдыңыздан шығып жатқан болуы мүмкін, айтылып жатқан болуы мүмкін. Сіз әйтеуір осы матрица деген сөзді естідіңіз. Матрица деген бұл ескі шындық. Яғни ескі уже шындық емес, ескілік уже шындық емес та. Сенің реальностыңа ескі опыттар, ескі программалар әсер етпеу керек. Жаңа программа керек бізге, жаңашылдық керек, жаңа реальностьқа өтуіміз керек. Матрица бұл шынайы әлем емес, біздің санамызға сіңіп қалған шектеулі ойлар, шектеулі программалар, иллюзиялар. Мысалы, бізді жаңа айтып өттім алдыңғы сабақта, қоғам бізді сендіріп тастады. Ақша жоқ. Біз кішкентайымыздан ақша жоқ деген сөзді өте көп естідік та, соның әсерінен біз қазірдің өзінде ақша болса да, ақша келе жатса да ақша жоқ деп айта береміз. Мысалы, қарызсыз өмір сүруге мүмкін емес деген сөзді мен өте көп естимін өзімнің замандастарымнан. Бұл да біздің ескі программамыздың шындығы. Ал қазір жаңа реальностьта қарызсыз өмір сүруге болады. Немесе дипломың болмаса сен далада қаласың дегенде, бұл ескі программа. Дипломы жоқ, бірақ өте үлкен жетістіктерді бағындырған адамдар қаншама. Сондықтан да ескі программа, ескі түсініктерді біз өмірімізден алыстатуымыз керек. Біздің санамызға программа болып жазылып қалды. Сол программа біздің миымызда тұрғаннан кейін ол дәлелдер іздейді, өмірде дәлелдер іздейді. Сондықтан да сен программаңа сәйкес өмірге сол жағдайларды қайта-қайта тарта бересің. Біздің эмоцияларымызда программа жазады. Мысалы, қорқыныш пен уайым, менің жүзім жеңіл, мені бағаламайды, менің самооценкам төмен, маған не везет, мен толықпын, мен арықпын, комплекс, мен өзімнен ұялам деген сияқты комплекс сезімдер сезілсе, бұл да сіздің программа. Бұл да шындық емес. Негізі адам өзінің түр-тұлғасының тек қана 40% сұлулығын көреді екен, 60% басқа сырттан сізге қарайтын адамдар көреді екен. Мысалы, қазір мен өзімді тек 40%-ға сұлу деп есептейтін болсам, сіз оны 100%-ын көріп тұрсыз. Қалған 60%-мен қосып сіз оны көріп тұрсыз. Дәл солай, сіз мейлі толық болыңыз, мейлі арық болыңыз, сіз бәрібір де сүйкімдісіз. Өйткені бұл сіздің программаңыз ғана, сіздің жай ойыңыз, сіздің эмоцияңыз ғана да, ол өзіңіз жайлы өзіңіздің қалыптастырып алған ойыңыз. Ал сырттағы сізге қарайтын адамдар мұндай кемшіліктеріңізді көрмеуі мүмкін. Сондықтан да өзіңізге сенімді болыңыз. Сіз Құдай жаратқаннан кейін сізді әдемі қылып жаратты. Қандай болсын, мейлі көзіңіз сығыңқы болсын, дәу болсын, шашыңыз қатты болсын, шашыңыз жұмсақ болсын, мейлі, сіз бәрібір де сұлусыз. Соны біліңіз. Енді қараңыз, эго бізде көбінесе бұндай программаларды сөйлеп тұратын біздің эгомыз. Эгоның басқаруымен программалар құрылады. Мысалы, мен тек қана үйде отырған декреттегі мамамын, немесе мен қазір жұмыссызбын деген сияқты рөлдерді өзіңізге таңитын болсаңыз, бұл рөлдерде сіздің эгоңыз берген түсініктер ғана. Ал адам, сіз ең бірінші очередь адамсыз, сіз ең бірінші очередь, сіз жарық, нұрсыз, рухсыз. Мен бұл сөзді сабақ барысында өте көп қайталаймын. Бұл сізге жаңа нейронды байланыстар миыңызға орнатып беру тиіс. Менің мақсатым сол, сіз тек қана жай ғана декреттегі мама емессіз, сіз жай ғана бір адам емессіз, көшеде жүрген, сіз тұлғасыз. Ең бірінші очередь сіз тұлғасыз. Яғни біздің программалар жазатын біздің ойларымыз, біздің сезімдеріміз, біздің эгомыз, және де төртіншісі біздің әрекеттеріміз. Автоматтанып қалған бізде әдеттер бар. Мысалы, таңертең тұру, бірден телефон қарау, сосын жұмысқа бару, сосын кофе ішу, сосын ұйықтау деген сияқты, осының барлығы біздің автоматтанып қалған әдеттеріміз. Бұлар да бізге программа болып жазылады. Осының бәрі қатып қалған шынайы өмір емес. Бұл жай ғана программа.
Біз оны бұл өзгермейді, менің өмірім осындай деп қабылдауымыз мүмкін, бірақ та бұлар жай ғана программалар, бағдарламалар, ол біздің өмірімізге әсер етіп жатыр. Бірақ біз өзіміздің қолымызбен сол программалардың біздің өмірімізді басқарып кетпеуіне жағдай жасай аламыз. Осы ескі программа дегенді соңғы жылда өте көп зерттедім. Оны классикалық психологиядан да біраз оқыдым. Ғылыми дәлелмен келтірген жаңағы Джо Диспенза, Брюс Липтон, Грег Брейден, нейроғалым Тара Сварт, Нобель сыйлығын, осы тақырыпта Нобель сыйлығын алған Элизабет Блэкберн деген ғалымдар бар. Сол кісілердің еңбектерімен танысып шықтым. Олардың ютубтағы жаңағыдай ақпараттарын қарап шықсаңыздар болады. Түсіну өте қиын болады, бірақ та осы программалардан біз босауымыз керектігін, ол программалардың өмірімізді басқаруына рұқсат бермеуіміз керектігін олар жақсы түсіндіреді. Енді ескі матрица бізді ескі өмірде қалай ұстап қалады? Біз стресс, үнемі әлеуметтік желіде жағымсыз жаңалықтар, ұжымдық энергия бар, қаржылық қысым, қорқыныш, мысалы бір жерде землетрясение, жер сілкінісі болып жатыр, демек бізге де қауіп төніп тұр деген сияқты қорқыныш сезімдердің барлығы біздің санамызды өте төменгі герцте ұстайды. Герц деген энергияның өлшем бірлігі. Неғұрлым герц төмен болған сайын адамның энергиясы соғұрлым төмен. Бұны ғалымдар энцефалограф деген арнайы құралмен өлшеп кәдімгідей анықтаған. Біздің үрей, қорқыныш, стресс, уайым, телефонда көп отыра беру деген сияқты әрекеттеріміз және ойларымыз бізді төменгі герцте ұстайды. Бұл кезде адам өзінің жүрегінің дауысын естімейді, мүлдем өзінің ішіндегі қандай интуициясын естімейді, ішінде қандай күшті байлық жатыр, оны мүлдем мән бермейді. Тек қана программаға сүйеніп өмір сүреді. Рухани тұрғыдан матрицадан шығу дегеніміз бұл рухани білімде де бар, философияда да бар. Біздің санамыз ашық болу керек. Сана ашық болу дегенне сен өзіңнің ойларыңа сенбейсің. Сана тұрғысынан сен өзіңді тек бақылаушы деп танисың. Наблюдатель. Джо Диспенза бұны наблюдатель деп айтады. Рухани тұрғыдан да бұл бақылаушы деген ұғым бар рухани ілімдерде. Яғни сен өзіңнің ойыңды бақылайсың. Так, маған жаман ой келіп жатыр, бұл ой маған керек емес, мен лучше басқа нәрсе ойлайын деп сен ойыңды саналы түрде өзіңе таңдайсың. Бұл сені ескі матрицада алып қалмаудың ең бірінші жолы. Рухани ілім бойынша сен өзіңнің ойыңды бағдарлайсың. Сен өзіңнің ойыңа қарап, жоқ, бұл негативті ой, мен бұл ойдан бас тартам деп кәдімгідей айтасың. Аннер Дреймс айтады, оны сенің ойың кәдімгі футболка сияқты елестетші, сен футболканы кір болып қалса шешіп алып лақтырып тастайсың ғой. Сол сияқты жаман ой келме, бірден шешіп алды, лақтырып таста дейді. Одан кейін жалған сенімдерді, жалған ойлар, біздің ойларымыздың көбісі шындыққа жанаспайды. Жаңа айтқандай, мен әдемі емеспін деген ойыңыз шындыққа жанаспайды. Махаббат, біреу маған сырттан өзіне өзі махаббат келеді деп күтіп отырмаймыз. Біреу келеді, мен жүрегіме махаббатты ашып береді демейсіз. Сіз өзіңіз жасайсыз бұның барын. Бұл да ескі жалған сенім. Одан кейін эгоны ажыратуымыз керек. Эго деген нәпсі ғой, қазақша айтқан кезде. Сен өзіңді жаңа айтқандай рөлдер емес, мен декреттегі мамамын, мен охранникпін, менің жолым болмай жүрген бір бейбақпын емес. Сіз өзіңізді ең бірінші очередь тұлға ретінде, жан ретінде қабылдауыңыз керек. Өзіңізді құнды, сіздің өміріңіз өте құнды. Сіз өзіңізге құндылық деп қарауыңыз керексіз. Матрицадан шығудың, ескі матрицадан шығудың ең бірінші жолы здесь и сейчас, яғни дәл қазіргі сәтпен өмір сүру, дәл қазіргі сәтке кіру. Дәл қазіргі сәтке біз қалай кіреміз? Біз тәнімізді сезінуден басталады. Дәл қазір мен мысалы табанымды сездім. Табанның астын сездім. Дәл қазіргі сәтте мына студия бар, менің айпадым бар, камера бар, басқа ештеңе жоқ. Дәл қазіргі уақытта. Сосын мен өзімнің демімді бақылап отырамын. Менің мұрныма ауа кіріп, бойыма таралып, аузымнан шығып жатыр. Осыны бақылап отырған кезде мен дәл қазіргі сәтте өмір сүрем. Дәл қазіргі сәтте өмір сүрген кезде мен кешегі болған конфликтті, біреудің мен жайлы жазған хейтін, немесе баяғыда 10 жыл бұрынғы бір келеңсіз жайттарға алаңдап, сол жаққа кіріп кетпеймін. Мен дәл қазіргі сәтте толық процестен ләззат алып отырамын. Дәл қазіргі сәтте болған кезде мен болашаққа алаңдамаймын. Ертең кредитімді қалай жабам, ертең садикті қалай төлеймін деген сияқты ойларға мен мүмкіндік бермеймін, олардың мені басқаруына. Мен просто дәл қазіргі сәтте тәнімді сезіп, қолымды сезіп, табанның астын сезіп және демімді бақылап қана осы сәтте мен не істеуім керек, соған толық фокус қоям. Сол кезде мен ескі матрицаның құрбанына айналмаймын.
Джо Диспенза ретритте неге біз осы матрица, ескі матрицада тұрып қаламыз дегеннің жауабын былай деп түсіндірді. Өйткені біз тәніміз және миымыз өткен шаққа тәуелді. Ал өткен шақта мүлдем энергия жоқ, ол өтті, кетті, болды. Ми сол үйреніп қалған, сол тәуелді болып қалған эмоцияларды қайталай береді. Мысалы, мен кеше уайым сезіндім, алдың күні мазасыздық сезіндім, оның алдында тағы менде қорқыныш болды, тревожностьті қайта-қайта сезіне бердім. И менің миым мен тәнім сол эмоцияларға үйреніп қалды да, дәл қазір басқа уже бәрі жақсы болса да, балалар садикте, ақша бар, бәрі все происходит само, барлығы жақсы болса да, менің миым жаңа менің тәнім сол ескі шақтағы эмоцияға қатты тәуелді болып қалғанда, соны іздеп отырады. Тағы тревожиться етіп, қайта-қайта тиктоктың бетін ашып, қайта-қайта рилстың бетін, қайта-қайта ватсапты қарап, қайдан бір маған стресс жағдайда менің стресс күйімді туғызатын бір жағдай қайдан келеді екен деп, тән мен ми соны күтіп отырады. Бұл ескі матрицада өмір сүру, бұл ескі программаның құрбаны болу деген сөз. Сондықтан мен сіздерге дәл осы сәтте шешім айтып отырмын. Бұл шешім дәл қазіргі сәтке ену. Дәл қазіргі сәтке ену бірден бола қоймайды. Бірінші ақылмен, уммен, санамен, логикамен біз, ойбай, мен Айнар Абайжан айтып еді ғой, осы сәтке кір деп, сол кезде сен ескі матрицада болмайсың деп, мен тәнімді сезейін, мен демімді сезейін, сосын осы процесте болайын деп, басында сіз өзіңіз жаңағыдай искусственный түрде солай өзіңізді әкеліп отырасыз осы сәтке. Ал бара-бара сіз осы сәтке енуге автоматически уже өзіне өзі өткен тән үйренді ғой, ми үйренді. Соған өзіңізден өзіңіз еніп отыратын боласыз. Осы сәтке енудің медитациясы бар, өте қысқа медитация, мен оны сіздерге берем. Ол медитация осы модульден кейін, осы сабақтан кейін болады. Міндетті түрде жасаңыздар күніне бір мәрте. Ол медитация бізге тәніміз бен миымызды өткен шаққа, өткен эмоцияға, ескі программаларда қалып қоя беретін біздің миымыз бен тәнімізді қайта бағдарлайды. Яғни сізді осы сәтке әкеліп отырады. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь деген әдемі өлең бар ғой. Қандай терең философиялық ұғым. Бұның түбінде тіпті адамның биологиясы, кванттық физика айтатын тұжырымдардың бәрі жатыр қарапайым ғана тілде, қарапайым ғана әнде. Сондықтан да дәл қазіргі сәт бар. Өмір дәл қазіргі сәтте. Сондықтан қазір сіз тамақ жеп отырсыз ба? Тамақтың дәмін сезіңіз. Басқа телефонға алаңдау, басқа бір проблемаларды решать ету деген сияқты күйлерді жан-жаққа ауыстырмай эмоцияларды. Сол здесь и сейчас болып табаныңыздың астын сезіп, деміңізді сезіп, сол жеген тамағыңыздан ләззат алыңыз. Кәдімгідей прям сол тамақтың дәмін сезініп, одан экстаз, ләззат алып, сөйтіп жеңізші сіз. Ол кезде міне сіз нағыз өмірді сүріп отырсыз, нағыз өмірден кайф алып отырсыз. Өмірдің кайфын алу осындай майда нәрселерден басталады. Шопингте жүрсіз ба? Шопингте жүріп параллельно жұмыстағы проблемаларды шешпей, толық шопингтан ләззат алыңыз. Дискотекаға бардыңыз ба? Сізді ешкім көрмей тұрғандай билеңіз. Дискотекада жүріп біреудің инстаграмын қарап отырудың керегі жоқ. Сол сияқты өмірде түрлі-түрлі әрекеттер жасалып жатыр, түрлі-түрлі сәттер болады. Әр сәтте просто кайф алыңыз. Кайф мен кайф ала алмаймын дейсіз ғой. Өткені жауап міне, өткені сіздің назарыңыз шашырып тұр. Өткені сіз осы сәтте бола алмайсыз. Өткені сіз ескі матрицада жүрсіз. Ескі матрицадан шығудың бірден бір жолы ол сіздің осы сәтке енуіңіз. Ары қарай кеттік. Егер сіз күн сайын ескі ойларды ойлап, ескі эмоцияларды сезіне берсеңіз, сіз өткен шақтағы жағдайларды өміріңізге қайталап тарта бересіз. Егер сіз өзіңіздің болашағыңызды, өзіңіздің ескі вариантыңызбен құрам десеңіз, сіз баяғы эмоцияларды, баяғы ойларды қайталай беріңіз. Сізге егер если все устраивает, егер өміріңіз сіздің көңіліңізден шығатын болса, баяғы ойларды, баяғы әрекеттерді, баяғы эмоцияларды сезінуді жалғастыра беріңіз. Сол кезде сіз жаңа болашақ емес, сол өзіңізге ұнайтын өмірді қайталап жасай бересіз. Егер сіз жаңа шындықты сезінуім керек, жаңа реальность керек маған десеңіз, онда ол матрица деңгейінде іске қосылады. Яғни бізге шешім керек. Маған ескі матрицада қалғым келмейді. 3D матрица деп айтады оны. 3D матрицада мен қалғым келмейді. Ескі реальность ол ескілікте қалсын. Маған жаңа реальность керек. Яғни менің армандайтын бір ойымда армандарым бар ғой, соған мен қол жеткізуім керек десеңіз, сіз онда шешім қабылдаңыз. Все, мен ескі матрицадан шығамын. Яғни екінші әрекетіміз, біздің жасайтын екінші формула, біріншісі здесь и сейчас күйге ену, екіншісі шешім қабылдау. Мен
ескі реальностьта қалмаймын, мен жаңа реальностьті өзім жасаймын дейсіз. Шешім. Өткен шақ бұл тәжірибе. Егер сіз өткен шақтың күйімен өмір сүрсеңіз, сіз өзіңіздің болашағыңызды жасай алмайсыз. Бұл дәлелденген. Джо Диспенза қандай жолдармен ескі матрицадан шығу керектігін бізге айтты. Ол былай: бірінші, медитация арқылы сен тәнің мен миыңды қайта бағдарлайсың, қайта жазасың. Ол айтады, таңертең болашақ мен деген сенің образыңа қосыласың, ал кешкісін ескі меннен ажырайтын медитацияны жасайсың дейді. Яғни екі медитация. Таңертең сен жаңа менге қосыласың. Неге таңертең жаңа менді жасау керек, жаңа тұлғаңды жасайтын медитацияны жасау керек? Өйткені таңертең адам жаңа нейронды байланыстармен оянады. Адам таңертең жаңа клеткалармен оянады. То есть таңертеңгі уақытта адамда жаңару деген процесс өзімен өзі жүріп тұрады. Құдайдан келген нәрсенің барлығы жаңарып тұрады. Адамның тәні, адам құдайдан келген нәрсенің бәрі жаңаруға бейім. Табиғат мысалы, қазір көктем болып жатыр, жердің барлығы жаңарып жатыр. Бұл ғалам, бұл жер ана барлығы құдайдан келді ғой. Құдайдан келген нәрсенің барлығы жаңарып отырады. Ал мынау адамның қолымен жасалған орындық, ғимарат бәрі ескіреді. Адамның қолымен жасалатын нәрсенің бәрі ескіруге бейім. Ал құдайдан келген нәрсенің барлығы жаңарып отырады. Сондықтан да таңертеңгі уақытта біз жаңа мен деген күйге енеміз. Жаңа мен, яғни жаңа болмыс, жаңа тұлға. Сен өзіңді болашақта қандай болып көргің келеді, соны сен өзіңнің ойыңда, сезімдеріңмен жасайсың. Бұны жасаудың бір ғана жолы бұл медитация. Ал кешкі уақытта сен ескі меніңнен, ескі болмысыңнан ажырайсың. То есть оларға пока-пока дейсің уже ше, олар керек емес уже. Егер өміріңнің қайталана бергенін қаламасаң, сен ескі меннен ажырайсың. Эмоция деңгейінде, ми, сана деңгейінде ажырайсың. Бұл да медитация арқылы жасалады. Яғни формула, Джо Диспенза айтқан формула: біріншісі здесь и сейчас күйге ену, екіншісі таңертең жаңа менді жасайсың, кешкісін ескі менен ажырайсың. Кешкісін уже адамның энергиясы сәл азайып тұрады, адам уже күні бойына неше түрлі әрекеттер жасады, неше түрлі ой ойлады, уже тән шаршап тұрады да. Сол тән шаршаған кезде демалуға кетердің алдында ескі менен ажырау керек. Сол кезде сен оянған кезде жаңа программамен оянасың, жаңа программаны өзің жазасың. Және де Джо Диспенза ұсынатын үшінші формула бұл кванттық полеге байланыс жасап, кванттық поледен өзіңе барлық мүмкіндіктер кванттық поледе бар деп айтады. Ол сол жақтан мүмкіндіктерді алу. Оны алудың жолдарын мен екінші модульде көрсетемін. Жалпы кванттық поле, кванттық физика деген ұғымның барлығымен екінші модульде таныстырамын. Ал дәл қазір мен ескі матрица, ескі программада қалып қоймаудың жолдарын түсіндіріп жатырмын. Енді матрицадан шығудың жолдарын Брюс Липтон қалай түсіндіреді? Мен жаңа Джо Диспензаның әдісін айттым, енді Брюс Липтонның формуласын айтайын. Бұл формула маған өте қатты көмектесті. Бірінші, бақылаушы күй дейді ғой, наблюдатель боласың. То есть саған ой келді ма? Так, маған ой келіп жатыр ғой, что-то негатив қой. Бұл керек емес маған. Бұл сенің бақылаушы күйің. Яғни наблюдательсің сен. Сен бақылайсың, маған қандай ойлар келіп жатыр деп. Сөйтесің да бұл ойдан бас тартасың. Бұл ішкі диалог. Сен үнемі өзіңмен өзің сөйлесіп жүресің ішіңде. Ол процесс сенде бар. Өзімен өзі сөйлеспейтін адам жоқ. Өзімен сөйлескісі келмейтін адамдар жан-жаққа фокусын шашырата береді. То есть ол сөйлесетін адам іздейді, кино іздейді, сериал іздейді, тикток қарағысы келе береді деген сияқты. Сондықтан да ойыңды бақылайсың, көбінесе тыныштықта отырасың да, қандай ой келіп жатыр, соны бақылайсың. Егер негатив ой келіп жатса, ескі программа келіп жатса, сен уже осы менің айтқан ақпараттарымнан кейін, бұл ескі программа деген, бұл менікі емес, мен бұдан бас тартам, бұл ой менікі емес, өйткені ой мені ескі программада қалдырады деген сізде ішкі диалог болу керек. Брюс Липтонның бірінші формуласы осы. Екінші формула, ол да жоғарғы вибрация туралы айтады. Сана деңгейінде жоғарғы вибрация. Брюс Липтон айтады, өзіңмен шынайы бол дейді. Көбінесе рахмет айтып жүр дейді. Мысалы, саған біреу ақшасын төлеп алған затың болса да, шын жүрегіңнен алғыс айт дейді. Мен өткенде вебинарда айттым, күн сайын алғыс дәптерін жазыңдар деп. Алғыс айт, алғыс айта бер, рахмет деген сөзді айта бер. Мен енем маған кейде ашуланады, неге рахмет дей бересің деп ше. Мен ондай сабақтарға тойып алғанмын ғой. Менде автоматически рахмет дей беремін да.
благодарю осы сезіммен жүру керек. Просто ауызбен рахмет деп айтпайсың, сезіммен рахмет деп айтасың. Одан кейін жүректі ашу медитациясын вебинарда жасадық. Сабақ барысында мұның толық нұсқасында жасайтын боламыз. Енді мен сіздерге бұл әлі екінші ғана сабақ, бірден барлық медитациялар топырлатып беріп тастамаймын. Біртіндеп алып отырасыздар медитацияны. Жүйелі түрде жасасаңыз нәтиже болады. Брюс Липтон айтады, жоғарғы вибрацияға өт дейді. Біріншісі өзіңмен шынайы бол дейді, рахмет айта бер дейді, жүрек аш дейді. Осы үшеуін сен өміріңе салтыңа енгізсең, сен автоматически жоғарғы вибрацияда боласың дейді. Одан кейін сана тынысын, сананың кеңістігін, сананың полисін, сананың пространствосын деп айтады. Пространство сознания дейді. Мен оны сананың кеңістігі деп аудардым. Сананың кеңістігін аша бер дейді. То есть санаңды аша бер. Оны қалай ашамыз? Тыныштық күйде отырған кезде санамыз ашылады. Жалпы мен сіздерге беретін кеңес, телефонға қатты тәуелді болсаңыз, телефонға өзіңізге лимит қойыңыз. Осы уақытта ғана телефонды алам, қалған уақытта телефонды алмаймын. Ештеңке күйіп жанып кетпейді. Сіз болмасаңыз да, сіздің телефонмен байланысыңыз болмаса да, барлық шаруа тына береді сіз-ақ. Көбінесе сіз өзіңіздің ішкі күйіңізге назар аударыңыз, ішкі диалогыңызды, жүрегіңізді көп тыңдаңыз. Бұл басында қиын болуы мүмкін. Что-то жүрегім ештеңке айтпай жатыр, ішімде пустота, тым жоқ, бір қуыс кеуде деуіңіз мүмкін. Жоқ. Сіздің ішіңізде өте көп, жаңа айтқандай, құндылық бар, өте көп байлық жатыр. Оны біз тыныштық күйде ғана ести аламыз. Сананың кеңістігін ашу деген осы тыныштық күйіне көбірек өту. Мысалы біз ұйықтардың алдында өзіміздің ойымызбен өзіміз қаламыз, ұйықтай алмай жатамыз. Осы кезде біз санамызды ашып жатырмыз негізі. Сана ашылған кезде біз қабылдауымыз жақсы болады. Біз мүмкіндіктерді көре бастаймыз. Біз дұрыс шешім қабылдауға әрекет жасаймыз. Сондықтан да көп ойлана берме деген кеңестің, ойыңның құлы болма деген кеңестің, кеңес советтің дәуірі бітті. Көп ойлану керек, бірақ ойды таңдау керек. Және де негативті ойларыңның құлы болма. Сен ойларыңды басқара алатын деңгейге жеттің. Дәл қазір сенде трансформация жүріп жатыр. Сондықтан да өзіңмен көп қал, тыныштықты көп сезін. Одан кейін Брюс Липтонның айтатын формуласы өзіңнің энергияңды сезін дейді. Энергияны қалай сезінеміз? Ол үшін біздің интуицияны есту керек. Матрица ол логика. Матрица біз тек логикамен ойлап, логикамен шығарған шешімдерге ғана сенеді. Ескі матрицада болсаңыз. Ал жаңа реальность жасау үшін сіз көбінесе жақсы ой, жақсы энергия, көтеріңкі көңіл күй, сезім, тотальное доверие жизни дейді ғой. Көп өмірге, Құдайға көп сенім артыңыз, Құдайға сенім тапсырыңыз. Мысалы мен осы түсірілімге келдім, түрімді дұрыстап алдым. Мына жазатын тезистерімді қысқаша ғана тақырыптарын жазып қойдым. Қалғанының барлығы тотальное доверие Богу. Мен Аллаға сендім. Алла маған қазір санамды ашып қояды да, менің осы кезге дейін оқығандарымды, түсініктерімді өзі маған импульспен санама құйып отырады деген толық сеніммен келдім. Дәл қазір мен сіздерге соны айтып отырмын. Одан кейін өзіңнің жаныңның қалауын тыңдай білу керек. Бұл да ескі матрицадан шығатын бір формула. Жаныңның қалау, яғни жұрттар көлік алып жатыр, мен алуым керек емес. Ол көлікті айдай аламын ба мен? Көлік алатын необходимость бар ма менде? Жұмысым үйіме тиіп тұр. Немесе сондай сияқты сенің жаныңның қалауын ғана іске асыруға тырыс. Көп адам өзі не қалайтынын білмейді. Қоғам, Инстаграм не қалап жатыр, блогерлер не қалап жатыр, соны қалайды да. Бір киім алды ма, соны алуға тырысады. Сен өзіңнің вкусың бар ғой, сен өзіңнің ішіңде қалау бар ғой. Сол киімді ал. Сен ішіңде өзіңнің қалауыңда сен ұнататын сок бар, сол сокты іш. Мысалы, кейбір кезде адамдар кофе ішіп жүреді да, бір күні оянады, мен больше кофе ішкім келмейді. Осы қалауды іске асыр, кофе ішкім келмесе ішпе. Ал адамдар не істейді? Ой, кофе мені ұйқымды ашады, кофе менің энергиямды көтереді дейді да, ішкісі келмесе де барып лықылдатып ішіп алады, сіміріп кофені. Бұл жаныңның қалауын естімеу. Жаныңның қалауын есту керек. Жаныңның қалауын есту үшін істейміз. Жаңағы айтқан, сананың кеңістігін ашамыз, тыныштықта көп отырамыз. Жаныңның қалауын есту үшін сананың кеңістігін ашамыз. Сананың кеңістігін ашу үшін істейміз, тыныштықта отырамыз. Все гениально, очень просто. Көп терлеудің қажет жоқ, көп нәрсенің керегі жоқ. Саған айтып тұр да просто формула. Просто тыныштықта отыршы.
алаңдай бермеші әр нәрсеге. Адам іздей берме сөйлесетін. Сенің ішіңде сөйлесетін сенің жоғарғы санаң, жоғарғы менің, высший яң бар сенің ішіңде. Сонымен сөйлесші, осы айда деп тұр да. Сен өзгересің. Все гениально, очень просто. Енді нәтиже, ең басты нәтиже, я матрицадан шығудың, матрицадан мен шықтым ба, шықпадым ба, ол нәтиже келді ма маған, келмеді ма деген сұрақ туындайды ғой. Оны қайдан білесің? Оны сен жаңа реальность, яғни сенде мынандай чувство болады да, сен как будто уже еркінсің, ешкімнің пікіріне тәуелді емессің, ешкімнің кеңесіне тәуелді емессің, как будто сен уже барлық нәрседен еркінсің. Свобода. И сен энергияң, прилив сил дейді, энергияң жоғары. Бұрынғыдай сен бастырылып жата бергің келмейді, уже отыра бергің келмейді. Сен уже бір нәрсе істегің келеді, сен жаяу жүргің келеді, энергияның көтерілгенін байқайсың. Сен себепсіз, бұрын сен қуануға себеп іздейтін еді сенің санаң. Енді сен просто себепсіз қуанып жүрсің. Вот ескі матрицадан шыққанның алғашқы белгілері осы. Одан кейін сен жаңа вибрация өзі сезіледі. Қазір мен айтып жатқан кезде сен өзің вибрацияң жоқ сияқты сезуің мүмкінсің да. Ол деген сен демек төменгі вибрациядасың. Ал сен уже матрицадан шыққанның алғашқы белгісі, переход кезеңіне өткеннің алғашқы белгісі, сен себепсіз өзіңнен өзің қуанасың, себепсіз рахмет айтып жүресің жан-жағыңа. Одан кейін сен өзіңнің шынайы болмысыңды қабылдайсың. Мейлі сен толықсың ба, арықсың ба, білімдісің ба, білімсізсің ба, дипломың бар ма, жоқ па, қандай семьяда өстің, ештеңе маңызды емес уже саған. Сен бәрін қабылдағансың. Сен шынайы өзіңнің болмысыңмен, өзіңнің тұлғаңмен өмір сүруді таңдайсың. Вот ескі матрицадан шығудың алғашқы белгілері осы. Ал формулаларды мен айттым. Ал ол осы білімді, осы мен айтқандарымды санаға сіңдіру үшін практика жасау керек. Ал ол қандай практика? Мен айтқан Джо Диспенза ұсынған практикалар. Біздің миымыз, сіз қазақша оқыған болсаңыз, қазақ болып туылған болсаңыз, сіз бәрібір қазақша ақпаратты жақсырақ қорытасыз. Медитацияда тура солай. Мен көбінесе орысша медитацияны жасайтынмын да, бірақ мен күшті әсерді қазақша медитациядан алдым. Мен өзімнің дауысымды жазып аламын да, соны тыңдаймын. И знаете, қазақша ақпаратты менің санам өте жақсы сіңіреді. Егер сіз орыс мектебінде оқыдым, орысша садикке бардым, орысша тәрбиелендім, мен орысша ойлаймын десеңіз, орыс тіліндегі медитацияларды жасауыңызға болады. Бірақ менің сізге кеңесім, сіздің жүрегіңіз қазақ болып туылғаннан кейін, менің ойым, бұл менің жеке ойым, сіздің санаңыз, сіздің тәніңіз қазақша медитацияны жақсы қабылдайды. Осы екі бөлімді, екі сабақты прикреплять ету үшін, миға қондыру үшін міндетті түрде медитация жасаймыз. Медитация деген мен бағанан бері айтып жатқан, қайта айтқан тыныштық күйі бар ғой, сол тыныштық күйді сізге әкеледі. Сіздің ішіңізде үңілуге көмектеседі. Медитация деген жай ғана просто сізде жатқызып қойып бірдеңе тыңдату емес. Медитацияның рөлі, маңызы өте жоғары. Медитация сізді тыныштық күйге әкелетін ең бірінші құрал. Дәл қазір біздің ескі матрицадан шығуымыздың ең бірінші формуласы осы тыныштық күй деп айттым ғой. Сондықтан да небір ойлар келуі мүмкін, бір жыбырлауыңыз мүмкін, ұйқыңыз келуі мүмкін, есінеуіңіз мүмкін да. Барлығы нормально, барлығы дұрыс. Ұйықтап қалсаңыз да нормально. Сіз ұйықтағанмен сіздің 95% жасырын санаңыз ұйықтамайды. Сондықтан да дұрыс емес деген медитация жоқ, дұрыс емес деген медитация жоқ, дұрыс емес, жақсы жаман деп бөлмейміз, медитацияның барлығы дұрыс. Сондықтан мен сіздерге осы екі видео сабақ бойынша айтатын тапсырмам, міндетті түрде сұрақтарға жауап беріңіз, ескі программаларды анықтаудың, және де жаңа программаға, жаңа матрицаға, 5D матрицаға секірудің алғашқы қадамы здесь и сейчас ескімен, жаңамен осы 3 медитацияны жасайсыз. Бір күнде 3 медитация жасау қауіпті ма деген сияқты сұрақ туындауы мүмкін? Жоқ. Біз Джо Диспензаның ретретінде 12 сағатта 4 медитацияға дейін жасадық. Әр медитация ода 55 минут 1 сағаттан болды. Оның барлығын мен жазып алдым, әлі тыңдап жүрмін, бірақ олар ағылшын тілінде. Ол жерде үлкен поле бар ғой, 8000 адамның полесі бар. Сондықтан энергиясы жоғары. Енді бұл жерде де бізде поле бар. Бұл жерге қатысушылардың саны 2-3 емес, бұл жерде
топ бар, үлкен топ, ал топ жиналған кезде, топ бірдей медитация жасаған кезде, бірдей сезімдер шығарған кезде, ол поле, магниттік поле бәрібірде жасалынады, бәрібір құрылады. Сондықтан да маған Джо Диспензадағы 8000 адамның полесі керек демей, осы поле, өзіміздің поледағы медитацияны жасайық. 3-ші сабақта кездескенше.